Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, мұсылман қауым. Дін мен дәстүр о бастан бір сабақтасып келе жатқан дүние. Дәстүр ол сонау қазақ жеріне ислам діні келместен бұрын пайда болған салт дәстүрлер, ырымдар бар. Ол сонау сақ және ғұндардан, арғы аталарымыздан келе жатқан ырымдар, салт дәстүрлер, әдеттер бар. Ислам діні кейін қазақ жеріне келгеннен кейін барша ғалымдар зерттеп дәлелдеп, оның дінге қайшы келетіндерін қабылдамай, дінге қайшы келмейтіндерін қабылдап отырды. Сөйтіп бізден ұрпақтан ұрпаққа жетті. Біз өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды сақтап, сол мақтанышпен қадірлей білуіміз керек, сүйе білуіміз керек. Жер бетінде қаншама ұлт бар. Сол ұлттардың өзінің әдептері бар, салт дәстүрлері бар, мәдениеттері бар. Қазақстанда өздеріңізге мәлім көп ұлт тұрады. Сол басқа ұлттардың өз мәдениеттерін, әдептерін, салттарын қадірлей және құрметтей білуіміз керек. Ал өзіміздікін мақтанышпен айтып, сүйе білуіміз керек. Өз ұлтын сыйламау және оны құрметпен қарамау, мақтаныш тұтпау, ол сатқындық дейді Бауыржан Момышұлы атамыз. Біздің сондай асыл қазынамыз болған сол салт дәстүрлерімізді осы асыл дінімізбен сабақтастырып отырып, дәстүрлі дінді ұстануымыз ләзім. Асық ойнау, жан бату, қыз қуу, садақ ату, көкпар деген сияқты асыл ойындарымыз бар. Және де бес бармақ, қуырдақ, бауырсақ, қымыз, шұбат, қымыран деген сияқты ас мәзіріндегі ұлттық тағамдарымыз бар. Ұлттық киімдерде іш бөрік, түлкі бөрік, тақия, шапан, құндыз тақия, қамзол, кимешек деген сияқты ұлттық киімдеріміз де бар. Домбыра, жетіген, қобыз, састырнай, тағы да басқа осындай ұлттық аспаптарымыз да бар. Қараңызшы, қандай керемет. Сол сияқты әр ұлттың да сондай өздерінің салт дәстүрлері бар. Біздің де салт дәстүріміз бар. Қазақ болғандан бері осы ұлттық құндылықтарымызды сақтап келе жатырмыз. Біз де ары қарай осы ұлттық құндылықтарымызды біз асыл дінімізбен сабақтастырып отырып, ұрпақтан ұрпаққа жеткізейік ағайын. Біздің асыл дініміз адамдық болмысымыз, ал салт дәстүр біздің ұлттық құндылығымыз. Әр ұлт өзінің ұлттық құндылықтарымен ұлт. Сол үшін, құрметті ағайын, дәстүр бөлек, дін бөлек болған емес. Біздің өзіміздің салт дәстүрімізді ұстана отырып, дәстүрлі дінді ұстанайық ағайын.